неғыл, мен негізі геймер емеспін, бірақ мына пернетақта ойландырады екен. Неге? Қазір бәрін түсіндірем. Бізде обзорда сапалы әрі арзан пернетақта Aula Retribution. Қазір жынды интро кет. Бірден маңызды нәрселерге көшейік. Ең алдымен көзге түсетін нәрсе ол әрине түр келбеті. Қараңыздаршы, пернелер астындағы жарықтар және оларды басқару мүмкіндігі. Түрлі режимдері бар. Екі пернемен басып өзгерте бересің. Қаласаң, мысалы, басқаныңа қарай реакция жасайтындай қылып қойсаң болады. Оның да түрлері бар. Мынау мысалы геймерлік режим. Тек басты батырмалар ғана жанып тұрады. Және әрине барлық пернелерді толықтай жағып қоюға да болады. Түстері туралы артық сөйлеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Олсыз да бәрі әдемі көрініп тұр. Негізі мұнда пернетақтаның жарық эффектілеріне келетін болсақ, мына өзін шұқып отырып, где-то 10-15 минут бойы залипать етіп қалуға болады. Негізі өте андай қызық процесті, түрлі-түрлісі бар. Негізі жалпы былай басқаруға келгенде, өзінің арнайы бағдарламасы бар, желіде жүктеп алсаңыз болады. Қарайған батырманы өзіңіздің қалауыңызша орнатып алсаңыз болады екен. Жалпы бұның барлығы әрине өзінің бірге жүретін қағазында, нұсқаулық қағазында жазылған. Бұның ішінде бәрі бар. Вообще мен шынымды айтсам, обзордың да қажеті жоқ. Вообще обзор не үшін жүріп жатыр десеңші, бұның ішінде бәрі жазылған ғой. Жалпы түстер, жарықтар, олар енді бір әңгіме. Ал негізгі басты факторларға келсек, бұл механика. Яғни бұл механикалық пернетақта. Ол енді білетін адам білет, өте жақсы нәрсе. Ол пернетақта сізге ұзақ қызмет ететіндігінің кепілі болып саналады. Негізі білмесеңіз, пернетақталардың қызмет ету ұзақтығы жылдармен емес, мына пернелердің басу санымен өлшенеді. Енді в нашем случае, конечно, бұл пернелерді 50 миллион рет басуға болады. Содан кейін ғана ол бұзылуы мүмкін. Ал басу дауысына келсек, ностальгия ғой. Сразу бала кезімдегі компьютерный клубтар еске түседі. Корпус өте сапалы пластик. Пластик болғасын жеңіл. Жеңіл болғасын өте ыңғайлы. Төменгі жағында екі аяғы бар, одан төменгі жағында жылжып кетуге қарсы резиналар орнатылған. Болды? Одан артық не керек саған? Баға туралы айтатын болсақ, мен саған былай түсіндірейінші. Прикинь, сен жас геймерсің. Сапалы пернетақтамен ойнаған келеді, бірақ нарықтағы варианттар сен үшін қымбат. Сөйтіп, настроениең түсіп, бүйтіп ё-моё, енді қайтсам екен деп отырасың да, бір кезде YouTube-ке кіріп, рекомендациядан мына видео шығады, ашық баласында сол видеоның ішінде мына пернетақта сондағы 18.900 теңге тұратынын көріп, бірден магазинге барып сатып аласың ғой, короче. В общем, аз ақшаға сапалы пернетақта іздесеңіз, осы жақсы варианттардың бірі. Негізі бұл бренд туралы мен алдағы уақытта айтам ба дейтін ойым бар, көбірек. Өйткені нарықта көбінесе қытайлық көшірмелер, ал бұл брендтің сапаға жақсы негізі мән беретініне көзім жетті. Ал менде осымен болды. Видеоны ұнаса лайк басып кетіңдер, келесі видеоларда көріскенше.